Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге мен Қасиет және біз бүгінгі видеода мінекей 1000 теңгеге не алуға болады деген түсінетін боламыз. Біз қазір магазинге барамыз да, үшін қалаған зат немесе пайдалы заттарды алатын боламыз. Кеттік. Короче, достар, біз магазинге кіріп, біз алған заттарымызды алдық 1000 теңгеге. Короче, осындай. Үйге барып, распаковка жасайтын боламыз. Өйткені қазір дала өте кеш және қараңғы бола бастады. В общем, достар, біз үйге келдік. Менің алған заттарымды сізге көрсетейін. Бір-бірлеп. Біз алдымен сусыннан осындай алма дәмімен алдық. Свеквая руша деген балмұздақты алдық. Осындай 2 йогурт алдық, чудан. Мармелад, торт, потом чупа-чуп. 1000 теңге алған заттарым. Бұл өте нормально шықты. Қазір білесіздер, заттардың бәрі қымбаттап кеткен. Сондықтан да осындай затты алуға болады екен. Және де біз бұл алған заттарымызды бізге ауылда шек бермейді. Сондықтан да біз өзіміз ойымызбен маған осынша болатын шығар деп примерно деп алдық. Соңында бағасы 950 теңге шықты. Біз оған қатты қуанып кеттік. Соңында 50 теңгеге осындай құрт алдық. Достар, біздің видеомыз осымен аяқталды. Егер сіздердің лайктарыңызды басып, магазинге барып осындай заттарды алыңыздар. Давайте.